20 миллион өтемақы туралы әңгіме шықты, иә? 120 миллион теңге барлығы төлеу керек деген сияқты. Осы. Қазіргі таңда 120 миллион емес, мен білмеймін неге әртүрлі қылып жазып жатқан. Мгм. 135 миллион теңге қазір өндіріп бергені. Мгм. Мгм. Бұл менің аузымнан осы айтайын, 135 миллион мен есептеп шықтым. Мгм. Әртүрлі ақпарат беріліп жатыр. 285 миллион дегенде ақпарат берілді кеше, 120 миллион дегенде берілді. Мгм. Бірақ 135 миллион теңге қазір. Мгм. Бұл енді Қазақстанның тарихында болмаған жағдай негізі. Мгм. Бірақ әділдік үшін біз осыны талап еттік. Мгм. Талап етудің де өзінің бір мақсаты бар. Шартты жазаға ерден емін еркін шығып кетпеу мақсатында жасалды. Себебі Қаржабай ол ақшаны көздеп отқан жоқ. Себебі мен айтқан кезде аға, мен ол қылмыскерлердің бір тиынын да алғым келмейді деді. Содан кейін мен оған түсіндіріп айттым, ертең шартты жазамен шығып кетуі мүмкін деп. Мгм. Содан кейін келісті. Содан кейін тағы бір айтып кететіні, көп азаматтар түсінбейді, мен ортақ үлесті ретінде талап еттім. Ол деген сөз, мысалға бағанағы сотталушылар әрқайсысынан 10 миллион деп өндірген кезде қалған біреуінің ақшасы болып, егер ол төлеп тастаған күннің өзінде шыға алмайды, қалғандары төлемейінше өз қарыздарын. Мен сондай талап қойғандықтан үлесті ортақ түрде деп сот қанағаттандырып берді. Мейірман мырза, енді ақша туралы айтып қалдық қой, бірақ кеше жәбірленуші тарап, сотталушы тараптың көп бұндай ақпараттар шығып жатты, иә? Жаңа Қаржаубай ақша жасады, талап етті, барлығымыздан ақша алды деген сияқты. Енді сіз Ол жалған, ол шындыққа сәйкес келмейді. Қаржабай өзі ешқандай да бір неге сұлулық дей ма, бора ашқан жоқ. Дәп Қаржабай ондай әрекетке барған жоқ. Енді мысалға Перизат өзі әлеуметтік желіге шығып, Димаш деген бауырымыз бар, сол арқылы істегенін мен де көрдім, бірақ ол басқа тұлға. Ал Қаржабай, мен айтып тұрмын ғой, оның мынау ақшаға деген несі, көзқарасы тура солай. Маған бір тиын керек жоқ деді. Ол мысалға қаншама қиындық жағдайда жүрді, Астанада үй жалға алып жүрді, қаражаттары жоқ болды. Сол кезде мен оған өзім айттым, сен қатты қиналсаң, енді менің қасымда да қаншама блогер жоқ ғой, оған мен саған рұқсат беремін деп. Өйткені алдындағы айтымдар ештемеге рұқсат бермей қойған, далаға шығуға да рұқсат бермей қойған. Сондықтан ол күйзеліске түсіп кеткен, маған келген кезде, аға, мен жұмысқа шықсам бола ма деді. Әрине болады, жұмысқа шықпайынша сен сол күйзелістен шықпайсың деп, жұмысқа шығуына да рұқсат бердім. Сондықтан ақша Қаржаубай жинаған жоқ, ешкімнен талап та еткен жоқ.